Құрметті ағайын, саламатсыздар ма? Түн жарық барлықтарыңызға. Түндегі эфирге шығып отырған себебім, Аллах қаласа таңғы сағат 9-да, бүгін сағат 12:30 болды. Бүгін таңғы сағат 9-да мәжіліс депутаты Ләззат Рамазанова ханыммен біздің заңгерлер және де осы ата-аналар одағының құқық қорғаушылары барлығымыз Zoom конференциямен тікелей эфирге шығатын боламыз. Сол тікелей эфирде өзегімізді өртеп жүрген сұрақтар өте көп, 6 блоктан тұрады. Сол 6 блоктан тұратын сұрақтарымыздың барлығын біз енді бізге депутат тек 1 сағат уақыт беріпті. Сол 1 сағаттың ішінде үлгергенімізше сол жан-жақты заңның жаңағы ішіне, заң жобаның ішіне қандай сұрақтар кіреді және де бізді мазалап отқан қандай сұрақтар бар, соның барлығын сол жерде айтып өтетін боламыз. Барлықтарыңыздың назарларыңыз осы эфирде болуын сұраймын. Сондықтан қазір осы эфирге шығып отырған себебім сол, мына видео хабарлама ретінде шығып отырмын. Бұл видео хабарламаны қазір сақтап қоям. Енді ертең-ерте өте ыңғайсыз уақыт деп отыр барлығы, көбісі енді мына жекеме де былай да жазып отыр. Өте ыңғайсыз уақыт, таңғы 9-да әрине біріміз жұмысқа бара жатармыз, біріміз жаңа балаларымызды балабақшаға, мектепке жолда боламыз. Бірақ дегенмен де өте маңызды, бұл эфир өте маңызды, өйткені алдағы уақытта мына келе жатқан жаңа заң жобаның төңірегінде тақырыбында өте маңызды эфир болайын деп отыр. Сондықтан уақыттарыңызды жолда болсын, қай жерде болса да уақыттарыңызды бөліп 1 сағат уақытыңызды мына эфирге үнемдеп шығып қарап, ең маңыздысы сол жердегі сұрақтарды еске сақтап, біз эфирдің бәрін сақтап қоямыз. Өздеріңізде тағы да қосымша сұрақтарыңыз болатын болса, біздің белсенділердің парақшаларының барлығында өтетін болады ол эфир. Союз родителей Казахстана парақшасында да болады, және де кейін біз оны YouTube каналға жүктейтін боламыз. Кез келген өздеріңіздің сұрақтарыңызды комментарийға жазып қалдыруларыңызды сұраймыз. Және де көңілдеріңіз, көздеріңіз, құлақтарыңыз алдағы уақытта осы заң жобаның төңірегінде болса екен деп тілеймін, сұранамын. Аман болайық.